В общем, мына Перизат Қайрат әпшелерінің аппетиті мощный болған екен ғой. Енді жалпы осы іс бойынша сіздерге 10 жаға ұстатарлық фактыны айтайын, жалпы мағлұмат. Біріншіден, бүгін сотта Пери ханым деп айтайықшы, Бауыржан Байбек мырзаны допросқа сотқа сонда тартыңыздар, тихаря шығып кете салу деген жоқ деп тұр ғой. Бұл біріншіден. Екіншіден, Перизат пен оның анасы Ғани Алашбаева екеуі жалпы 3,5 миллиард теңгені жымқырған. Үшіншіден, оның анасы жалпы өзінің шоттарын осы Перизатқа беріп отырған, және қосымша оның туған туыстары, өзінің достары Перизаттың осындай обналичкаға қатысып отырған. Сосын жалпы Перизат сотта өзінің кінәсін мойындаған жоқ. Өзінің тісін емдеуге 3 миллион теңге жұмсаған. Кілем алуға 1 миллион теңге жұмсаған, және мебель, сантехника, ремонт квартиры, тағы басқа айта берсең өте көп. Сосын шетелдерге аямай тұрып қыдырған, Дубайға, тағы басқа жалпы путешествия, авиабилеты, анау мынау, в общем, роскошно өмір сүрген ғой, не керек. Тіпті мынау киім-кешегі мен продуктілерін де осы фондтың ақшасынан алып отырған. В общем, үйлер, квартиралар, жер, неше түрлі машиналар ала берген ғой, пытырлатып. Ресторан, гостиницаларға жұмсап қыдырған енді от души. Тіпті өзінің жеке штрафтарын да сол фондтың ақшасынан төлеп, және таксимен жүрген кезде сол фондтың ақшасынан ақша жұмсаған ғой енді. Және 6,5 миллион теңгеге наличкаға парковочный место сатып алған. 150 миллион теңгеге наличка Vela Village коттеджный городоктан кәдімгідей үй сатып алған, жерімен қосып. 200 миллионға наличка ЖК Хайвилл Голдтан кәдімгідей квартира сатып алған. Астана Моторстан 80 миллион теңгеге наличка Lexus 600 машинасын сатып алған. 77 миллионға Mercedes S-класс 450 машинасын сатып алған. 7 миллион теңгеге наличкаға Rolex, сағат-пағат, в общем, ювелир, анау мынау алған ғой, енді неше түрлі. Жалпы айта берсең, мына список бітпейін деп тұр негізі, так что, в общем, аппетит мощный болған екен, енді аузын ашқанда да датау апандай ашқан, не дейді жаңағы, бездонный дейді ғой, бездонный түбі жоқ. Так что, міне Перизат әпшелерің халықтан жинаған миллиондаған, миллиардтаған ақшаға енді шалқай өмір сүрген ғой. Қайырлы күн, ассалаумағалейкум, қалайық. Қазір үлкен қылмыстық іс сотқа жіберілді ғой. Перизат Қайрат дегені. Анау 2023 жылы су тасқыны болған кезде көмекке деп 1,5 миллиард теңге жинағанда қолды еткен. Одан да көп ақша жинаған, бірақ 1,5 миллиард теңгесі қолды болған. Қымбат көлік алған, қыдырған, сонда енді айыптар тағылған, дәлелдері бар дейді, сосын кейін ол сотқа жіберген. Енді соны бүгін бір сайт белгілі, оның жоғары білімі де жоқ екен деп жатыр екен, яғни солай жазып. Енді менің айтпағым осы момент. Негізінде қарап отырсаңыздар, бұл қыздың жасаған қылмысы өте үлкен масштабтағы қылмыс. Астанада қылмыс қой енді, оны бекітілмеген сотқа бір етмейді. 1,5 миллиард теңге деген үлкен сома ақша. Былай айтқан кезде шамамен ол қанша болады? Так, 3 миллион доллар шамасындағы ақша ғой. Ең соның бәрін жинап алып, оның басқару, аудит жасау, бухгалтерия жасау деген ол көп білімді қажет ететін нәрсе. Сонда қарап отырсаңдар, жоғарғы білім айтқан кезде бір адам айтқан сөз бар ғой, диплом бар болғаннан сенің ақымақ емес екендігін дәлелдейтін қағаз ғана деп айтқан. Сонда адамның білімділігі, тартымдылығы, қабілеттілігі ол туа бітетін қасиет. Туа бітіп, содан кейін жылдар бойы машық жиналып, содан кейін бар ол дарындық қасиет айтқан кезде шығады, яғни орысша айтқанда проявляться етеді осындай нәрселерде. Оны дұрыс тәрбие берсе, ол адамдар гений болады. Мына қыз мысалы үшін керемет қаржыгер болуы мүмкін еді, мысалы үшін енді карьера жасап шетелде болса. Ал дәп қазір енді ол өзінің қабілетін, білімін осындай іске жұмсаған. Көрдіңіздер, сондықтан айтарым көптеген адамдарға қылмыс жасамаңдар әрине, бірақ бойларындағы қасиеттеріңізді шығарыңдар. Біреулеріңіз мүмкін ән айтасыздар, біреулеріңіз мүмкін есепке мықтысыздар, мүмкін біреулеріңіз өнерпазсыздар, тоқтамау керек. Бір адамды керемет сыйлаушы ем, ғалым адам еді. Сөзге де шешем, насихаты уағыз айтып жүреді. Соны көп тыңдайтынмын, мына не деген керемет адам деп. Енді керемет деп айтпауға тағы да болмайды. Ана Абайдың кітаптарын, өлеңдерін барлығы жатқа біледі ғой. Бір тақырыпқа сөйлесе, аузында аштырады. Ана сол тақырыпқа өлеңдерін, Абайдың өлеңдерімен жауап беріп отырады ғой. Сол кісінің бір тағы бір насихатын тыңдайын деп ашып қалдым. Ана әлеуметтік желіде шалқамнан сөз жаздым. Сол кісі былай деп отыр: ойнаш жасасаң да бала тапқыз дейді. Ұрлық жасасаң да мал тап дейді. Мен мына кісі мас па деп қалдым шынымды айтсам. Ана Алла ғана мінсіз деген сөзге енді сеніп отырмын. Бұның да міні бар екен, бұл да қателеседі екен.
Бірақ бұның бір қателескені көп адамға зиян тиіп тұр. Ол басқаларға ойнаш жасауға, ұрлық істеуге итеріп отыр. Мына ойнас туралы жарайды, екі нәрсе айтты ғой. Біріншісі ойнас. Мен сол кісіге сұрағым бар. Анадан тудың ғой. Сол анаң сенің ойнас жасаған жақсы көресің бе? Көрінгенмен ойнас жасасын, бала тапсын деп ойлайсың бе? Не болмаса қызым бар, не әйелің бар, қарындасың бар, апайың бар. Солар көрінгенмен ойнас жасасын ба? Сен не деп тұрсың өзі? Сен ойнасқа итеріп отырсың ғой. Әрине, жаңа мен сұрағыма сен ашуланасың, дұрыс жауап бермейсің. Бұл не деген сөзің деп. Ондай болатын болса, неге сен біреуді ойнасқа итересің? Ол Құранға қарсы отырған, Аллаға қарсы шығып отырсың сен. Сондықтан ойланып сөйлеу керек. Бұл сен өзің ғана қателесіп отырған жоқсың. Көп адамдарды қателестіріп отырсың. Екіншісі, ұрлық істесең де мал тап дейсің. Сен ана жалқау адамдарды, мына арамыздағы тура жолын тайып жүрген иманы аз адамдардың барлығын ұрлыққа итеріп отырсың, қылмысқа. Енді олар бір айтады, мына ақылды ғалым деп отырған адамның өзі ұрлық істе деп отыр. Мына ұрлық деген қылмыс емес екен ғой деп. Ең бірінші бір сөз айтардың алдында сіз халықтың алдына шығып сөйлеп жүрген адамсыз. Құранмен салыстырып алыңыз. Сен енді мұсылмансың ғой. Мұсылман болатын болсаңыз қараңыз ананы. Алла Тағала не дейді ұрлық? Ұрлықтар кім не дейді? Пайғамбарымыз айтқан ғой, менің қызым Фатима ұрлықсыз, оның да қолын кесір деп. Әйтпесе біз ұрлыққа жол беретін болсақ, заң жол беретін болсақ, Құран бәрі рұқсат беретін болса, бірімізді біріміз тонап өлтірмейміз бе? Жалқаулардың бар, арсыздардың бар, ұятсыздардың барлығы оны көшеді ғой сол ұрлық жолына. Сондықтан ана өзіңіз ойлаңызшы, аштықта болды, соғыста болды, қиыншылық замандар болды. Қандай заман болатын болсын, жоқ заман болса да, бар заман болса да, біреудің кемпір шалдың жалғыз асырап отырған, адал еңбегіне сатып алып, адал жем шөбімен асырап отырған бір сиырын барып ұрлап әкетсе, ол немене? Мал тапқаны ма немене? Ұрлыққа итеріп отырсың, ұрлық істесең де мал тап деп. Қандай ұрлық болатын болса, ол үлкен күнә. Біз мұсылманбыз, Құранға бағынамыз. 10 жерден ғалым болмақ тұра кім болсаң да. Сондықтан халыққа айтар сөздің әрін салмақтап 10 рет ойланып алған дұрыс. Ана біледі деген сайын, ана осы мына халықтың алдына шығып жүрген адамдар, кейбіреулер осылай халықты адастырады. Бұл барып тұрған ең үлкен күнә, екеуі де. Ұрлық істеуі де, ойнас істеуі де. Ол неге? Өйткені халықты арсыздыққа итеретін нәрсе. Біз соған қарсы күресуіміз керек. Біздің жол сілтейтін, серкеміз деп жүрген, білімдіміз, зиялыларымыз, ғалымдарымыз деп жүрген адамдар осылай сөйлейтін болатын болса, онда біз қайда барамыз? Сондықтан ренжісеңіз де, ренжімесеңіз де, бұл айтқан сөзіңіз түбегейлі қате пікір, Құранға қарсы пікір, Аллаға қарсы пікір. Сондықтан халықты адастырмаңыз. Міне 10-15 жыл бұрын Құранның қазақшасына қолыма алып оқып жүрген, Аллаға сансымадық болсын. Қазір кезде міне біреудің сөзін естісем де, бір қиыншылыққа ұрынсам да, ең бірінші Құранда не деп айтылды осы туралы деп ойланып аламын. Мына сөзіңізді мен егер Құранды білмесем, мен сізге сеніп, сіздікі дұрыс дер едім. Жоқ, сіздікі дұрыс емес, сіздікі қате. Қасиетті Құран айтып отыр. Бұл барып тұрған арсыздық. Мына сіздің сөзіңізге еріп, ертең жалқаулар да, арсыздар да, ұятсыздар да барлығы сол ұрлыққа баратын болады. Адал халықтарға тыныштық бермейтін болады. Сондықтан әрбір сөзіңізді байқап сөйлеуіңізді сұраймын.